Антуриум гүлінің танымалдылығы жылдан жылға артып келеді және бұл таңғалатын жағдай емес. Өйткені антуриумның қып-қызыл жылтырап тұратын гүлдері адамды өзіне бірден қызықтырып, оның қасынан немқұрайлы өте алмайды. Жақында мен гүл сататын дүкенде антуриум сатып алып тұрып, антуриум гүлінің күтімі туралы қарапайым сұрақтарды сатушыдан сұрап жатқан бір әйелді көрдім. Содан антуриумға қарап ішімнен, жаным-ау, сен ұзақ өмір сүрмейтін болдың-ау дедім. Өйткені голландиялық гүлдер, антуриум да Голландиядан келеді. Сатып аласың, немесе саған біреу сыйлайды, сосын шамалы уақыт өткен соң қоқысқа тастайсың. Барлығында болмаса да көпшілігінде осындай. Өйткені гүлдің дұрыс күтімі туралы білмейді. Егер сіз мұны қаламасаңыз, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз, сосын сіздің антуриум қоқыс жәшігіне тасталмай, сіздің терезеңіздің алдында ұзақ уақыт бойы сәнін келтіріп, сіздің көзіңізді қуантады. Және антуриум гүлінің күтімі туралы сіз өмір бойы біліп жүресіз. Ал сізге мұны гүл сатушылары жақсылап түсіндіріп айтпайды. Антуриум гүлінің мұнша түрі бар, ол мына жақтан шыққан деп сөзді созбай, әдеттегідей мен жарықтандырудан бастаймын. Өйткені гүл шығаратын өсімдіктер үшін бұл ең маңызды болып табылады. Антуриум жарқын, шашыраңқы жарықты жақсы көреді. Сонымен қатар жартылай көлеңкеге де шыдайды. Оны тікелей күн сәулесінен қорғап, терезеге күн өткізетін қағаздар жапсырып дегендей көлеңкелеп қою керек. Тікелей күн сәулесінен жапырақтары күйіп кетуі мүмкін. Оны үйіңіздің шығыс немесе солтүстік-батыс терезесіне қоюға болады. Ал қыста қосымша жарықтандыруды қамтамасыз еткен дұрыс. Антуриум тұрған бөлменің ауа температурасы жазғы күндері 20-28 градус, ал қысты күндері 18 градустан төмен болмау керек. Антуриумге су құйғанда гүлдің ыдысының астындағы тесіктерден су ағып бастағанша мол суару керек. Келесіде топырағы жартылай құрғақ болған кезде ғана суару керек. Одан ертерек суаруға болмайды. Жартылай құрғағанын қалай білеміз? Оны көтеріп көреміз. Сол кезде жеңіл болған жағдайда ғана суару керек. Осы жерде айта кетейін, барлық гүлді суарудың арнайы кестесі жоқ. Гүл сатушылар аптасына 1 рет немесе айына 1 рет деп айтатыны өтірік. Әр адамның үйінің атмосферасы және орналасқан қаласына қарай, күннің түсуіне және топырағының құрамына қарай әр гүлдер әртүрлі кебеді. Тек гүлдер бөлінеді. Жартылай кепкенде суару, немесе толық кепкенде суару, немесе топырағының беткі қабаты кепкенде суару деген сияқты болып бөлінеді. Мысалы, антуриумды топырағы жартылай кепкенде суарасыз. Ал доллар гүлін топырағы толық кепкенде суарасыз. Ал женский счастье мен бенджамин фикустарды топырағының беткі қабаты кепкен кезде суара берсеңіз болады. Көп адамдар антуриумның ылғалды жақсы көретін естіп алғанда, оған көп мөлшерде су құя береді. Сөйтеді оның тамырын шіртеді. Бұлай етуге болмайды. Тамыр суда тұрып қалып, артық ылғал болмау керек. Ол ылғалды жақсы көреді, бірақ гүлдің ыдысындағы үнемі батпақ болып тұратын астыңғы жағы емес. Ол тамырдың жоғарғы жағына арналған. Сондықтан бөлмеде ауа ылғалдайтын аппараттар болғаны дұрыс. Ауа ылғалдайтын аппараттар жоқ болса, гүлге су шашып отырса да болады. Су шашқан кезде гүліне су түсіп кетпеуін қадағалаңыз. Әйтпесе гүлінде қоңыр, жағымсыз дақтар пайда болуы мүмкін. Маған айтуларыңыз мүмкін, антуриум суда да өседі ғой? Қалай ол ылғалды жақсы көрмейді деп? Я, антуриум суда да өседі, бірақ оның өзінің нюанстары бар. Ол туралы арнайы видео түсіріп айтып берейін. Сіз менің каналыма жазылып алыңыз. Антуриум даланың қарапайым немесе сатып алынған универсальный топырақта да қалыпты өмір сүре алмайды. Оның тамыры еркін тыныс алу керек. Ол үшін арнайы топырақ жоқ. Сондықтан оны өзіңіз жасауыңыз керек. Ол өте ұзақ әңгіме. Антуриум гүлінің топырағының құрамы, қоспалардың мөлшері туралы, қайсысын қанша грамм қосасыз барлығын айтып, мен жаңадан басқа видеода анықтап айтатын боламын. Сол үшін менің каналыма жазылып алып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонымен ары қарай кеттік. Енді антуриумның ыдысын ауыстыру туралы айтайын. Ыдысын немесе топырағын ауыстыру кезінде тамырларға абай болу керек. Антуриумның тамырлары оңай зақымдалады. Әрбір жаңадан отырғызған кезде жас тамырларды тереңдету үшін оны бұрынғыдан сәл төменде отырғызыңыз. Жас гүлді жыл сайын ыдысының өлшемі 2-3 сантиметрге арттыра отырып қайта отырғызу керек. Ересектерді 3-4 жылда қайта отырғызыңыз.
Су және ауа өткізу үшін ыдыстың түбіне керамзит салуды ұмытпаңыз. Қайтадан отырғызғаннан кейін 3 күн бойы антуриумды суаруға болмайды. Осы уақыт ішінде зақымдалған тамырлар қалпына келеді, сол кезде суарасыз. Содан тамыры шірімейтін болады. Антуриумға тыңайтқыштарды дұрыс құю керек. Көктемде енді кішкентай өскіндер өсіп келе жатқанда, оны 2 аптада бір рет сәндік жапырақты өсімдіктерге арналған, яғни декоративно-лиственных растений деген тыңайтқыш құйса болады. Содан кейін гүлді өсімдіктер үшін деген тыңайтқыштарға ауысыңыз. Яғни түсінікті болу үшін орысша айтайын, удобрение для цветущих деп аталады. Онымен 2 аптада бір рет құйып тұрсаңыз болады. 2 тыңайтқыштың да дозасын қаптамада көрсетілген дозаның жартысынан азайтыңыз. Антуриумға солай жасаған дұрысырақ, артық дозаланудан оның тамырын қорғаңыз. Қалай көбейтуге болады? Антуриумды көбейтудің 3 әдісі бар. Бұтаны бөлу, кескін арқылы және тұқым арқылы. Бұтаны бөлу ең қарапайым тәсіл. Ал кескін арқылы сабақ кесіндісін кесіп алып, суға немесе топыраққа отырғызасыз. Тұқым арқылы бұл әдіс өте көп уақытты алады. Аурулар мен зиянкестер туралы айтатын болсақ, егер жапырақтар сарғайса немесе қоңырдақтар пайда болса, бұл тым көп суару немесе қоректік заттардың жетіспеуіне мүмкін. Өрмекші кенесі, қалқаншалы жәндік, ұн тәрізді құрт сияқты зиянкестерге қарсы дәрілер қолдану қажет. Егер жапырақтары солып бара жатса, гүлді жаңа топыраққа ауыстырып, дұрыс суару керек. Сонымен достар, антуриум ерекше әдемі, бірақ аздап күтім қажет ететін гүл. Егер оған дұрыс күтім жасасаңыз, ұзақ уақыт бойы гүлдеп, үйіңізге әсемдік сыйлайды. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.